Жамбыл облысы Қазақстанның ірі индустриялық аграрлық өңірі. Республиканың оңтүстігінде тиімді орналасуының және географиялық тұрғыдан ірі қалаларға жақын болуының арқасында облыста өндірілетін тауарлардың көрші нарықтарға экспорты қамтамасыз етіледі. Жамбыл облысы Қытай мен Ресейдің орталық Азия өңірі елдерімен сауда байланысын қамтамасыз ете отырып, елеулі транзиттік әлеуетке ие. Бұл халықаралық маңызы бар қуатты көлік торабын қалыптастыру үшін қолайлы жағдайлар жасайды. Өңір әртүрлі табиғи ресурстарға бай. Облыс фосфориттерге, түсті металдарға, баритке, көмірге, табиғи газға, өңдеу және қаптау тастарына бай. Минералдық шикізат ресурстарының болуына байланысты Жамбыл облысында тау-кен өндіру, газ өндіру, химия, мұнай өңдеу, тамақ және металлургия өнеркәсібі дамыған. Сондай-ақ агроөнеркәсіптік кешен, энергетика, жеңіл өнеркәсіп салалары, құрылыс материалдары өндірісі, сондай-ақ туризм үлкен даму әлеуетіне ие. Облыстың табиғи климаттық жағдайлары ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығын дамытуға бірегей мүмкіндік туғызады. Жамбыл облысы жел және күн энергиясының айтарлықтай ресурстық әлеуетіне ие. Экономиканың индустриялық инновациялық дамуына Тараз химиялық паркі арнайы экономикалық аймағы ықпал етеді. Оның аумағында арнайы құқықтық режим қолданылады және барлық қажетті инфрақұрылым бар. Сонымен, Жамбыл облысына инвестиция салудың 5 себебі: транзиттік көліктік инфрақұрылым, ірі нарықтарға жақындығы, бірегей минералдық шикізат базасы, экономиканың кең салалық бағыты, инвестицияларды қолдау мен қорғаудың дамыған жүйесі. Жамбыл облысына серпінді даму аумағына инвестиция салыңыздар.